Күлкілі қоян мен сәбіз патшасы. Орманда бір өте қызық қоян өмір сүріпті. Оның ең жақсы көретіні сәбіз екен. Бірақ жай сәбіз емес, ең ұзын, ең тәтті сәбіз екен. Бір күні ол ормандағы барлық жануарларды жинапты. Кішкентай бобатар балалар, кәне мен бұдан да үлкен, бұдан да әдемі сәбіз табуым керек. Сол үшін мен аңдарды шақырайын. Достарым, келіңдерші. Қоян, бізді шақырдың ба? Шақырдым. Не болып қалды қоян? Мен бүгін сәбіз патшасы боламын. Сәбіз патшасы дей ма? Қандай сәбіз патшасы қоян? Ол үшін достарым, мен сендермен ойын ойнаймын. Ол қандай ойын? Иә, қандай ойын? Ол үшін біз бәріміз үлкен, үлкен, әдемі, ұзын сәбіз тапсақ, сол сәбіз патшасы болады. Онда сәбіз іздейік, онда үлкен сәбіз Қандай қызық, иә? Үлкен, тәтті сәбіз табайықшы. Қандай сәбіз іздейік? Үлкен сәбіз қайда екен? Иә, мынау кішкентай қоян айтқан ұқсамайды. Кішкентай сәбіз. Кішкентай ғой. Сәбіз қайда? Ой, кішкентай сәбіз. Балалар! Қоянжан! Қайдасың? Мен үлкен сәбіз тауып алдым. Ай, үлкен сәбіз тауып. Қарап көрейікші. Тағы табу істесек екен. Аймахан, сіз ар жаққа барсаңыз, ояқта бұдан да үлкен, бұдан да ұзын әдемі сәбіз тауып аласыз. Ой, Қоянжан, мен онда үлкен сәбіз іздеуге кеттім. Үлкен сәбіз тауып алдым, міне қараңдаршы. Үлкен сәбіз тауып алдым. Мен тауып алдым. Түлкіжан, Не? сәбізіңнің ағы да үлкен, қоңызды. Aylar kira koyamızda aldar gitti. Ben de sarızımda alıp gitti. Ayu senikinde alıp gitti ya. Aylar kira eкен. Қоянжан, сен ең үлкен тәтті сәбіздің бәрін жинап алып, қандай айлар керсің сен, иә? Бізге бөліп бересің ба? Мен сәбіз патшасы болу үшін қулық жасадым. Сендерді алдадым. Aylar kira eкен koyan. Biz aldardı. Ал ендеше достарым, мен сәбіз патшасы болмай ақ қояйыншы. Кәне бәріміз ортаға келіп достасайық. Ya. Бәріміз сәбізді бөліп алайық, иә? Ау, Қоянжан, дұрыс айтасың, Қоянжан. Ya. Bәріміз дос болайық. Осы ойыннан кейін ормандағы аңдар бір-бірімен дос болыпты. Барлығы өздерінің тапқан сәбіздерін бөлісіп алып жепті. Осымен біздің күлкілі қоян мен сәбіз патшасы ертегісі аяқталды.